сіздерме? Мен Ержігіт Бозғылов атындағы номер 249 мектеп-лицейдің 8 сынып оқушысы Жеткербай Гүлсезім. Сіздерге менің отаныма, менің бастамам атты жоба аясында жас сақшылар мейірімділік пен тәртіп күзетінде атты жобам таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазіргі таңда жастардың білімді ғана емес, жауапкершілікті болуы да өте маңызды. Менің жобамның өзектілігі қазіргі қоғамда жасөспірімдердің әлеуметтік жауапкершіліктерін арттыру және де өзін-өзі басқару ұйымдар арқылы қоғамдық пайдалы істерге тарту болып саналады. Жобамның мақсаты бұл инклюзия, қайырымдылық, экология секілді әлеуметтік істер арқылы оқушылар бойында жауапкершілікті және мейірімділік, қамқорлық сезімдерін қалыптастыру. Жобамның жаңалығы мектеп парламенті мен жас сақшылар арасында серіктестік моделін құру болып табылады. Біздің мектебімізде парламент ұйымы бар. Парламент ұйымдары бірнеше фракциялардан тұрады. Оларға құқықтық фракция және қамқорлық фракциясы, экологиялық фракция, білім және мәдениет фракциясы, патриоттық фракция, салауатты өмір салты фракциялар жатады. Біз осы фракциялармен бірігіп жұмыс жасай келе жас сақшы ұйымын ашқан болатынбыз. Жас сақшы сыныбы 2023-2024 жылы еріктілер тобынан басталып, 2025-2026 жылы ресми мамандандырылған сыныпқа айналды. Бағыттары құқықтық тәртіп, экология және ақпараттық және қамқорлық деген сияқты. Ал тәрбие бұл жастар арасында мәдениетті, жауапкершілікті, тәртіпті насихаттау. Серіктестіктеріміз аудандық ішкі істер бөлімімен, аудандық қорғаныс істер бөлімімен, колледждер, мектептер, руханият орталықтарымен. Жас сақшы сыныбы отан алдында борышын өтеген және қазақ халқымыздың батыры Қайрат Шаразадинұлы Қалеков атымен аталды. Полиция департаменті мен ардагерлер кеңесінің қатысуымен жас сақшыларға өзінің жас сақшы куәліктері салтанатты түрде табысталды. Бұл біз үшін үлкен жауапкершілік. Және де біздің жүрегіміз ерекше балалар үшін әрқашан ашық. Жас сақшы сыныбы тәртіпті ғана емес, мейірімділікті де той етеді. Біз осыған байланысты Шапағат және де Рауан сауықтыру орталықтарына барып, ерекше балалармен арт-терапиялық жұмыстар жасап, және де халыққа бауырсақ таратып, оларға ұлттық құндылықтардың негізін түсіндіріп, және жағдайы төмен деген отбасыларға қайырымдылық жасап, мектеп ішінде рейдтерді жүргіздік. Экология және еңбек бағыты бойынша жұмыстар табиғатты қорғау, табиғатты аялау, және де ағаш егу секілді рейдтік жұмыстар жүргізу. Аудандық ішкі істер бөлімімен, қорғаныс істер бөлімдерімен біз кездесулер ұйымдастырған болатынбыз. Және де біз қазақ халқының қаһарманы Ғазиз Байтасовтың ерлігін насихаттаймыз. Біз салауатты өмір салтын сақтау бағыты бойынша түрлі эстафеталар, түрлі іс-шараларға белсене қатысамыз. Білім біздің басты тірегіміз болып саналады. Жас сақшы ұйымы білім және мәдениет бағыты бойынша жас сақшы ұйымына бірнеше іс-шаралар, сабақтар, экскурсиялар өткізіліп жатыр. Бұл жерде біздің жас сақшы мамандандырылған сыныбының жұмыс рейтингі. Біз 2020-2024 жылы енді ғана еріктілер тобы басталғандықтан біздің жұмыс рейтингіміз өте аз болған болатын. Ал қазіргі таңда біз түрлі кездесулер, түрлі іс-шаралар, эстафеталар ұйымдастырғандықтан біздің қазіргі таңда жұмыс рейтингіміз артты. Біздің мақсатымыз тәртіпті күзету және мейірімділікті тарату. Жас сақшылардың болашаққа деген бағыттары бұл цифрлық құқық, бұл әлеуметтік желіде бейнеблогтар, яғни жұмыстар жүргізу. Ал экопатруль бұл табиғатты қорғау бойынша рейдтік жұмыстар жүргізу. Кәсіби бағдар бұл қорғаныс бөлімдерімен тағы да байланыстарды нығайту. Тәртіп пен мейірім мектеп парламентінің жаңа жұмыстарын қалыптастыру. Біз отанды сүюді осындай кішігірім, бірақ ең маңызды істерден бастадық. Тәртіпті той еткен, мейірімділікпен отанға қызмет ету біздің басты борышымыз болып саналады. Назарларыңызға рахмет.